18 күн кешке түстік больницаға, мұрын қанаумен, температурамен түстік. Біз алдымен бір аптадай үйде емделдік, ауырдық. Жақсы болмағаннан кейін осы больницаға келіп ем алып жатырмыз. Алғашқы белгі балада температура болады, жөтел болды, сухой кашель болды. Одан кейін мұрын қанау. Таңертең басталған, мұрын 17-сі күні басталған. 3 күн бойы мұрын қанап тоқтамады бізде. Баланы алдын ала үйде көп ұстамауға температура болды, қалай көтерілді, солай дәрігердің көмегіне жүгінуді ұсынатын едім. Жедел респираторлы вирусты инфекцияның жәнегі алдын алу түрлері ол көп. Адам шоғырланатын жерлерде маска тағу, жеке бас гигиенасы, сырттан келген кездерде қолды жиі жуу, осының барлығы жеке қорғау болып табылады вирусты инфекциядан. Жедел вирусты инфекцияның көріністері пайда болған жағдайда учаскелік дәрігерге немесе фильтр кабинетке жүгіну қажет. Егерде температура, дене қызуы, жәнегі 38-5-тен жоғары фибрилді дейміз, жоғары сандарды ұстап, дене қызуын түсіретін дәрілерге төмендемей жатса, шұғыл түрде жедел жәрдем шақырып, медицина қызметкерлеріне жүгіну қажет.